Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай кестелі құймақтардың рецептісімен бөліскім кеп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді әрі жұмсақ болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқа аламыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Керек заттардың барлығын астында описанияда жазып кететін боламын. Сол жерден көре аласыздар. Үстіне 1 чай қасық сода, оны да жақсылап араластырып. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне ыстықтай сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды осындай сеткадан өткізіп салатын боламыз. Сеткадан өткізе отырып салған кезде бір-біріне комок болмай, ешқандай ішінде іртіктері қалмай, жақсы біркелкі масса шығатын болады. Сондықтан осылай азыздан салған дұрыс. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай қоюлықта болуы қажет. Егер қатты қою болып кетіп жатса, қайнап тұрған ыстық судан кішкене құйып жіберсеңіздер болады. Табаның астын алдын ала қыздырып қойған болатынмын. Міндетті түрде оттың асты қатты қызып тұру қажет. Қатты отта пісіру міндетті. Әйтпесе осылай кестелі дейміз ғой, осындай болып шықпайды, басқаша болып шығып кетеді. Осылай сұйық майымызды жағып табамызға, одан кейін бір шөміште құймағымызды құйып аламыз. Осылай екі жағы бірдей қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне осылай қызарып пісіп дайын болды. Енді осының үстіне міндетті түрде сары майды осылай жағыңыздар. Сары май жақсаңыздар жұмсақ болып, дәмді болып тұрады. Ал жақпасаңыздар құрғақ болып, кеуіп қалатын болады. Қалған құймақтарымыздың барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, осындай өте әдемі болып шығатын болады. Міндетті түрде жасаңыздар сіздерде. Осымен құймақтарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы өте әдемі болып шыққан. Менің рецептім бойынша дайындап жасап көріңіздер міндетті түрде. Басқа видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.